Assalamu alaikum qadırmenді көрермендер. Біліп жүр арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің қысқаша хабарымыз Қазақстанның қорғаныс министрлігінің түркиялық ұшқышсыз басқарылатын аппарат Байрактар TB2-ның сатып алуы жөнінде болмақ. Ендеше кеттік. Жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, түрік дрондары Таулы Қарабақтағы соғыстың ағымын өзгертті. Осылайша бүкіл әлемде үлкен резонанс тудырды. Соңғы айларда Түркияның қорғаныс өнеркәсібінде бірінен соң бірі жасалған батыл қадамдары Еуропаның назарын өзіне аударды. Ұлыбритания, Сербия және Қазақстан секілді мемлекеттер түркиялық Байрактар TB2-ні сатып алуға ниет білдірді. Енді Түркияның қорғаныс өнеркәсібінің жетістігін Грецияда мойындай бастады. Геосаясат және қауіпсіздік жөніндегі грек сарапшысы Филис соңғы жылдары Түркия қорғаныс өнеркәсібінің дамуына назар аудара отырып, 40 жылдан кейін Түркия ірі қорғаныс өнеркәсібін құрды деп мәлімдеді. Қазір түріктер өздерін мықты сезінеді. Олар күшті. Алдыңғы жылдар кейбір грек үкіметтері қорғаныс өнеркәсібін дамыту үшін шаралар қолданған болатын. Бірақ оның бәрі сәтсіз аяқталды деп мәлімдейді. Бұған дейін осындай 6 дрон сатып алған Украина әскери теңіз күштерінің қажеттіліктері үшін жаңа соққы беретін машиналар алуға ниетте екенін мәлімдеді. Сонымен қатар Франция, Германия, Испания сияқты елдер түркиялық ұшақтың мүмкіндіктері туралы жоғары баға берді. Түркияның қарулы күштері Ливиядағы азаматтық соғыста, Сирия мен Ирактың солтүстігінде, ақырында Қарабақта жүргізген операциялар аясында өзін күш тепе-теңдігін өзгертуші ретінде көрсеткен түрік қару-жарағын көптеген елдер, ең алдымен Еуропа мемлекеттері бақылап отыр. Ұлыбританиядан, Сербиядан және Қазақстаннан кейін Болгарияда жақында белгілі болғандай түркиялық ұшақ Байрактар TB2-ні сатып алуға ниетті екенін көрсетті. Болгария өткен жылы Байрактар TB2-ның 6 данасын сатып алуға әрекет жасаған болатын. Бірақ COVID-19 эпидемиясына байланысты келіссөздер кейінге қалдырылды. Биыл Софияда өткен келіссөздердің нәтижесінде Болгарияға Байрактар TB2 экспортталуы мүмкін екендігі хабарланды. Түркияның ұшқышсыз басқарылатын ұшағына қызығушылық танытқан тағы бір еуропалық мемлекет ол Ұлыбритания. Таулы Қарабақта қолданылған Байрактар ұшақтары соғыс барысын өзгертуге қабілеттілігін дәлелдегеннен кейін Ұлыбритания бұл жүйелерге үлкен қызығушылық танытты деген пікір бар. Америкалық General Atomics шығаратын Protector ұшқышсыз басқаратын ұшағының орнына Лондон Түркиядан арзан және ықшам Байрактар TB2 ұшағын сатып алғысы келеді. Сонымен қатар Қазақстан түрік ұшақтарына үлкен қызығушылық танытып отыр. Қорғаныс министрлігі шамамен 30-40 Байрактар TB2 қондырғыларына тапсырыс беруге ниетте екендігі хабарланды. Өткен жылы Қазақстанның қорғаныс істері жөніндегі департаментінің делегациясы ұшқышсыз ұшу аппараттары мен қондырғыларын тексеру аясында ұшқышсыз ұшу жүйелерінің 14-ші базасында болды. Таулы Қарабақтағы соғыстың ағымын өзгерткен және ұрыс даласындағы басқа ойыншыларды таңғалдырған Түркияда жасалған ұшқышсыз ұшақ бүкіл әлемде үлкен резонанс тудырды.
2020 жылдың қазан айында Financial Times Түркияның ақш, Қытай және Израильмен тең дәрежеде ұшқышсыз ұшатын ұшақтарды шығаруға қабілетті мемлекет екенін хабарлады. 20 жылдық үздіксіз күш-жігердің нәтижесінде ол өзінің батысқа тәуелділігін едәуір төмендетіп, ұлттық өнеркәсіпке деген сенімділікті арттыра алды. Француздық Либерасьон газетінің хабарлауынша, озық технологияны қолданғанымен американдық дрондардың бағасы түрік әріптестерімен салыстырғанда өте жоғары. Сонымен қатар, түрік дрондары өздері байқалған барлық аймақта өзінің тиімділігін дәлелдеді. Қадірменді көрермендер, біздің еліміз Қазақстанның да әскери өнеркәсібі және басқа да өндірісі осы бауырлас Түркия мемлекеті сияқты қарқынды дамуын Аллах нәсіп етсін, және әлемдегі ең озық экономикалық әскери державалардың қатарына қосылуын нәсіп етсін. Осы арна ұнаса, лайк басып комментарий қалдыруларыңызды сұраймыз. Барлығыңызға ассаламу алейкум.